Өз ойыңды басқарып үйренбесең, бұл өмірден жеңілесің. Өз-өзіңді жақсы бақытқа тәрбиелеген кезде ғана арманыңа жетесің. Бақыт пен байлыққа жету үшін сенде мықты тәртіп болу қажет. 99% адамдар өз-өзімен жұмыс жасағысы келмейді. Бірақ бай және бақытты өмір сүргісі келеді. Бақытты болудың кілті ол тәртіптен басталады. Ең бірінші ойыңды қадағалап үйрен. Бұл өмір сынақтардан тұрады. Егер сол сынақтардан сынып қала берсең, өмір бойы өкінішпен қайғырып өтесің. Немесе өз-өзіңді тәрбиелеп, сынақтардан өтіп, жеңіске жетесің. Өтініш, дұрыс шешім қабылда. Қайғырып өлгенше өз-өзіңмен жұмыс жасап, бақытты бол. Егер сен жалқауланып әрекет жасамасаң, нәпсің сені жеңеді. Ол кезде мәселеңді ақылмен емес, эмоциямен шешетін боласың. Тек эмоциямен қабылданған шешім сені арманыңа жеткізбейді. Ойыңды өзгерт. Ойың мен денең бір-бірімен 99,9% байланысты. Тіпті көру, есту, тамақ барлығы ойың арқылы жүзеге асады. Дәл қазір ойыңды басқарып үйрен, кейін өкінбес үшін. Жетістікке жетудің тағы бір жолы бастаған ісіңді соңына дейін жеткіз. Жүйелі түрде жоспар құр, күніге әрекет жаса, сонда ғана бір жемісін көресің. Сен шынымен де өміріңді өзгерткің келсе, ең бірінші араласатын ортаңды өзгерт. Толық болсаң, фитнеске, йогаға бар, спортпен айналысатын, салауатты өмір салтын ұстанатын адамдармен аралас. Жаңа орта ғана сенің тез өзгеруіңе әсерін тигізеді. Менің берер кеңесім, таңертең ұйқыңыздан тұра сала әлеуметтік желіні қарамаңыз. Себебі ұйқыңыздан оянған сәтте сіздің ойыңыз тап-таза болып тұрады. Сол себепті таңғы уақытты өзіңізге арнаңыз. Тап-таза болып тұрған ойыңызды пайдаланыңыз. Дәл сол сәтте шүкір айтыңыз, арманыңызды ойлаңыз, медитация жасаңыз. Тұра сала проблемаларыңызды ойламаңыз, ол мәселені түске қарай шешуге тырысыңыз. Тап-таза ойыңызды бұлғауға болмайды. Таңғы асыңыз, таңғы эмоцияңыз барлығы тек жақсы энергиямен басталуы қажет. Таңертең қандай көңіл күймен, энергиямен бастасаңыз, күні бойы сондай тамаша болып жүресіз. Сол себепті де таңғы уақытқа өте үлкен мән беріңіз. Менің ойымша, көп адамдар шешім қабылдар кезде қиналады. Себебі біз зерттеу жүргіздік. 24 сағаттың ішінде адам ойына мыңдаған сұрақ келеді. Мыңдаған сұрақтың аз бөлігіне ғана адам дұрыс жауап береді екен. Яғни, шектеулі сұрақтарға ғана дұрыс жауап беруге ғана ойымыз жетеді. Барлығына бірдей дұрыс жауап беру мүмкін емес. Сол үшін де Марк Цукерберг, Том Шей күніге бір киім киіп жүреді. Қарап тұрсаңыз, не киемін дегенде бір сұрақ. Сол себепті өз энергиясын үнемдеу үшін бұндай сұрақтарға бас қатырмай, маңызды сұрақтарға ғана өз энергиясын жұмсайды. Әр күніңізді жоспарлап жүйеге келтіріп қойыңыз. Таңертеңгі уақытты өзіңізге арнаңыз және ойыңызға келген ақпаратты саралап отырыңыз. Жаман жаңалық оқиға тыңдамаңыз, біреудің өмірін қарамауға тырысыңыз, энергияңызды бос нәрсеге жұмсамаңыз, ойыңызды тек позитивпен толтырыңыз, өзіңізді дамытатын жаттығулар, тапсырмалар жасаңыз. Адам өзін жақсы көрген кезде өзін-өзі тәрбиелеу оңай болады. Денеңізді, ағзаңызды, түріңізді бәрін жақсы көріңіз. Мысалы, сіз фастфуд жегіңіз келді, бірақ оны жеген соң сіз өзіңізді нашар сезінесіз. Сол себепті өзіңізбен сөйлесесіз. Мен қазір мұны жегенде асқазаным қиналады, ал мен асқазанымның қиналғанын қаламаймын. Себебі сенің ағзаң қоқыс салатын қорап емес. Ағзаңа күніге ішімдік, шектен тыс майлы тамақтармен толтыра берсең, күндердің күні ағзаң қоқысқа айналады. Денеңді жақсы көр, ағзаңа түсетін затты қадағала. Міне, бұл да бір тәртіп. Дәл қазіргі уақытша ләззат үшін емес, ұзақ уақыттық әдемі өміріңді құр. Өтінемін, қайталаудан жалықпаймын. Өзіңді жақсы көр, ойыңды тазала, ағзаңды қорға. Эмоциямен емес, ақылмен шешім қабылда. Сонда ғана сенде бәрі жақсы болады. Өзіңе сен, тәуекел ет, тынбай әрекет жаса. Саған сәттілік тілеймін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз.